Жоқ, Құдай аспан домалақ ғалам мәңгі жаратқан. 5000 жыл жаратқан. Жалғыз аспан домалақ ғалам. Сен маған мәңгі жан бердің, анашым жүрек берді, әкем сүйек берді, ми берді. Саған тәубе, әке-шешеме рахмет. Осы енді күнге осы түріме жеткеніме өзіме рахмет 100%. Сен мәңгі өмірсің. Сенсіз өмір болмайды, және өмір мәңгі. Сен мәңгі боласың. Мәңгі өмір қалай болса солай. Өмір басталды, болды, мәңгі өмір. Қалай енді түсіндіріп айтса? Сен өмірді бастадың, болды, өмір мәңгі. Анда қанша қалам болса да, малам болса да, не болса да, екі рет түкте қайталамайды біріншіден. Бітпеушілік бәріне жетеді. Ол бітпеушілік, Құдай. Және ешкіммен кезікпейді. Сен 50% бітпеушілікті заңын жібердің, бітпеушілікте. Яғни 100% соның ішінде бар. Ол аралас кетті. Жаман бітпеушілік пен түгіместілік. Болды, онда ешкім кірмейді. Бірдеңке болса да, басқа өмір болса да. Енді сондай болатын нәрсе болмайды ол. Өмір мәңгі, білмеймін. Қайда кім асық баратыр, сен қайда асық баратсың, ұқпаймын мен. Мен қайда асықпаймын. Қайда асығам мен? Бұрын қайда асықшы едім мен? Қайда асықшы едім білейін. Қорыққаннан, бірдеңкеден асығатын, қорыққаннан, жындылығынан. Болды. Қайда асық? Өмір мәңгі. Және мен болашағымды ойлаймын да, соны Айжан деп атаған қызды ол білет айтайын дегем негіз. Жоқ, мен жүрегімен ешкімге, менімен енді ешкім қаруланбайды. Және сен бөлек 100% жан болсан, Құдаймен санассаң, бүкіл ғаламмен, тірі жанмен санассаң, сен 100% бөлек жан боласың, өзімен өзін, білмеймін. Өзінде мәңгі солай Айжан ретінде сақтап қаласың. Құдайға тәубе, шүкір, рахмет, аумин.